Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге муравейник тортының рецептісін жасап көретін боламыз. Бұл муравейник өте оңай дайындалады және жаңа жылға дастарханға қоюға өте әдемі. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ерітілген сары майымыздың үстіне 3 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Одан кейін үстіне 4 немесе 3 ас қасық қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, одан кейін ұнымызды біртіндеп салып отырып, жақсылап қамыр елейміз. Ең біріншінде қасықпен араластырып, одан кейін шамалы қамырымыз қоюланғаннан кейін қолымызбен араластырып тесто жасаймыз. Ол тестомызды екіге бөліп, мұздатқышқа 30-35 минутқа салып қатырып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды алып пергамент қағазының үстіне үккіштен өткізіп, тестомызды 180 градус пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Пешіміз міндетті түрде қызып тұру керек. Мінекей біздің тестомыз дайын болды. Осылайынан қолымызбен үгітіп, бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Одан кейін кремін дайындауға кірісетін боламыз. Кремін жасайтын боламыз. Бізге кремге осылай ерітілген сары май, қант ұнтағы, яғни сахарный пудра екеуін жақсылап араластырамыз да. Одан кейін үстіне 4 немесе 3 ас қасық вареный сгущенка саламыз. Және барлығын жақсылап бір қою келкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде видеодағыдай осындай қою масса шығу керек. Енді жаңағы массамыздың үстіне, яғни печеньелеріміздің үстіне осылайынан 1-2 қасықтан салып отырып, барлығын жақсылап араластырып, бір келкі қыламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін муравейнигімізді формаға келтіретін боламыз. Мен осындай стаканның көмегімен стаканға барлығын салып, және осылайынан видеодағыдай тарелканың бетіне жаймен төбесінен ұрып түсірсеңіздер, дәл осындай форма шығады. Немесе қолдарыңызбен домалақ қылып, домалақ форма жасасаңыздар да болады. Болмаса кекстің қалпына жасасаңыздар да болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Ендігі кезекте муравейнигімізді сәндейтін боламыз. Мен осында шоколадты алып, үстіне ерітілген шоколадты, яғни узор жасадым. Салфанның көмегімен, білесіздер қалай жасайтынымды. Одан кейін үстіне кокос стружкаларын әдемілеп, сәндеп салып қойдым. Бұны Новый годқа қойсаңыздар да болады. Дастарханның үстінде бір қар жауып тұрған сияқты, яғни әдемі сән береді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Қош сау саламатта болыңыздар.